Қош келдіңіздер, құрметті ата-аналар, қымбатты әріптестер, қадірлі қонақтар. Бүгін күн осындай отырған бәріміз ерекше күн. Оның ерекшелігі сол 4 жыл бұрын мектеп табалдырығын жүрексіне аттаған кіп-кішкентай балғындар еді. Енді міне ойлары да өсіп. Бастауыш білім сатысынан орта буынға қалып отыр. Бесіктегі баланың күлгенін көрген бір қуат. Алдына түсіп ананың жүргенін көрген бір қуат. Дегендей, бұл да бір біз үшін, сіз үшін қуанышты күн. Армандасаң да, қиялдасаң да, балалық шағың көз алдыңа келеді. Өйткені биік асуға беттегелі аяулы ғұмыр, ғажайып өмір, осындай бал күлкілі балалық шақтан басталады. Міне, бүгін бүлдіршіндеріміз өміріне өшпес із қалдырған бастауыш сыныбымен қоштасып, бір жылға тағы есейгелі отыр. Ендеше қызықты да, ғаламат өзгерістер сыйлаған, білім нәрімен сусындатқан, өмірді өз жолын табуға жол сілтеген ұстаздарына, ата-аналарына өз өнерлерін көрсетуге дайын. Талаптарынан нұр жаусын деп, бүгінгі қош бол бастауыш сынып сағатымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Саған мәңгі бас ием бастауышым деп, білімнің бәрі бастауыштан басталады. Сонымен ертеңгілігімізді ашық деп жариялаймыз. Толқимыз, толқып тұрсыз баршаңызда, мұндай күн болған сірә қаншаңызда, қол соғып, қошеметтен шақыра алып, 4-ші сынып оқушыларын ортамызға. Ең салмақты ару қыз Нұрсұлтан Айзере. Өзінің анасына деген жүрекшесін сыйлауға рұқсат етіңіз. Ең шапшаң Оралбай Арайлым. Ең сабырлы Сәндібай Кәусар. Ең ақылды Абай Мейіржан. Ең ерке Сұлтанмұрат Жасұлан, менің еркем. Барлығы бар мұна еркеліктің. Ең еңбекқор Абай Арсен. Ең спортсмен Жаңғабай Раян. Ең кітап көп оқитын Ажимамын Айша. Ең орнықты Абихан Аяла. Ең ұқыпты Әлібек Нұрбек. Ең көңілді Боранбай Гүлсая. Ең жігерлі Ерназар Аяла. Ең сыпайы Еңсеп Бақберген. Сүт сүйкімді Жақсылық қызы Аяру. Ең кішіпейіл Имамадин Еркебұлан. Ең әділетті Естұрған Ғизат.
Ең өнерлі Әбдінәсір Салият. Ең алғыр Қайратұлы Аян. Ең суретші Ғабит Зере. Ең мейірімді Жұмагелді Іңкәр. Ең ұян Ақтай Мөлдір. Ең бауырмал Сағынбай Қуандық. Ең жүрегі кең Қаметова Диана. Ең жарқын Мұханұлы Сырым. Ең елгезек Зарябай Ерасыл. Елгезек өзі. Қыздармен де ұлдармен де ойнап жүре береді. Ал, мектебі мәні. Ендеше, кішкентай осы бастауышты бітіріп отқан бүлдіршіндердің 4 жыл бойы оқыған, тоқыған түйгендер туралы өздері қысқаша мәлімет айтады. Мұқият тыңдап отырыңыздар.
2019 жылы 1-қыркүйекте қабылданды. 4-ші сыныпта 25 бала бітіргелі отыр. Олардың 12-і 13 қыз. Біз сізді бәріміздің бойымызды қосқанда 25 метр 42 сантиметрге жетеді. Бәріміздің салмағымызды қосқанда 691 килограмм жетеді. 4 жыл мектептегі алу дегеніміз. 904 сабақ 102 сынып сағаты. 4 жылда 6600 қоңырау соғылды. 2433 шулы көңілден. 6560 дәптер жазып тастады. Үй тапсырмасын орындауға кеткен уақытым есептемейінше 1830 сағатыңыз партада отырумен өтті. 100 деген ережені жасалып, 100 деген тексенің мыңдаған мысалға шешілді. Тағы оқылған кітап беттерін айтсаңыздар. Көптеген сайыстар мен спорттық сайыстарға қатысып, қоржынымыз алғыс хаттарға толды. Қаншама қызықты естеліктер қалды. Естеліктердің қаншасы қызықты оқиғалар. Біздің сынып оқушылары көңілді қайырылды. Сынып оқушылары шетіне өнерлі. Ал ендеше бүгінгі қонақтар өнерімізді тамашалаңыздар. Армысыздар, мұғалімдер, ажандар, білім іздеп инемен құдық қазғандар, құшақ жая қарсы аларым сіздерді, би билеп әнде бүгін шырқалар. Армысыздар, әжелер мен аналар, ұрпағыңыз күнде өзінен бата алар. Ел дәстүр мәңгі сылап оқыт деп үйреткен ғой Ыбырай бабалар. Армысыздар ой тұрғалы әкелер, қыранқыздай бала қанарым әпелер. Бүгін міне бастауышпен қоштаса да азамат боп кешегі сәби еркелер. Әр үйдің ерте өскен кешегелік, ақылға келе алмадық, ерте көндік, бойымыз бірте-бірте үйреніп, мектептің ережесін үйреніп. 4 жыл уақыт азбай екен кім біліпті, ұстазына жасады мына бізден, ер таңғалар азамат бір-бір мықты. Әлі есімде мектепке келгеніміз, сыныпқа енгеніміз, жасқан шақты, таңғырт қалып тұрған шақты, сізден артық дүниені таба алам ба? Ұстаз, шаршама ұстаз.
Енді бүгінгі апайларын арнап, Фарида апай мен Маржан апайын арнап, балалардың шағын кішкене қысқаша тақпақтарын тыңдаңыздар. Қаншама қызықты естеліктер қалды. Шәкіртіне аяулы нұры деген ұстазы. Есейе берсе жетсе де шәкіртім ұстаздарында. Білем ойдың сұлуын, асы өткен ұстазым. Жүрегінің жылуын, шашы өткен ұстазым. Фарида ән салғызып биледі. Нұрданы үйретіп, жолға бағар сөйлетті. Ән мен күйге бөлетіп, қорға бізді дайындап. Әрбір іске қарайлы Фарида апай тұрады. Өзде күнде нұр ойнап. Ұстаздарымыз Маржан апай мен Фарида апайға мың алғыс. Енді кішкене балалар демалып, ата-аналармен кішкене ойын ойнай жіберейік, сіздерді де қаратып отырмай. Олай болсын. Қазір бірінші Ризаттың мамасы шықсын, Мөлдірдің мамасы шықсын, және Аярудың мамасы шықсын. Үшеуіңіз шығыңыздар. Сіздер үшеуіңіз осы жерде қалаған бір адамға тілек айтасыздар. Қалаған адам. Мен өзімді Фарида апайға өзімнің алғысымды айтқым келеді. Фарида апай, рахмет. Менің дедім болған сияқты ғой. Сізге алғысым шексіз. Осы менің балаларымды маңыз беруді, осы менің пайдаланып айтып қалғым келеді. Аман болыңыз, ауырмаңыз. Қыздарыңыздың қызығын ойлап жүре беріңіз. Мектептің алдында күтіп болып. Мың жасаңыз, рахмет сізге. Ата-аналар, оқушылар, бүгінгі бастауышпен қоштасу бәрімізге құтты болсын. Алдағы асулары құтты болсын. Менің алғысым, апайларға айтып жатырмыз ғой, ата-аналар комитетіне азды көпті еш болса ренжімеңіздер. Бәрін ашылап, біздің ауыл сөзімізді бәрін көтеріп жатсыздар. Рахмет көтеріп қажығаш келе алмады. Ата-енелерге рахмет осылай. Немерелердің күшесін қалып келіп, күтіп алады, сабағына қарайды, әжеміз қарайды жинауда. Оқушыларға сәттілік, апайларға да рахмет. Ұстаздар, ата-аналар бүгінгі қоштасып жатыр. Мен бұл жерде барлық ата-аналарға және осында отырған Маржан апай және Фарида апайға алғысымды білдіргім келеді. Сіздерге жұмыстарыңызға табыс, береке, бақыт тілеймін. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Ата-аналарға тілеймін. Балаларыңыз осы 4 жыл бойы біліммен сусындатқан мұғалімдерге басын иге келеді. Және де ата-аналарға да рахмет, осындай ұжыммен бәріміз бірігіп, оқушыларымыздың қуанышымен бөлісіп, осында жинап отырсыздар. Сіздерге рахмет. Сізге де рахмет көп. Сұрағыңызға рахмет. Енді келесі ойын біздер оған Абдихан Аяланың, Сырымның мамасы, Гүлсаяның мамасы, Еркебұланың апасы, Бақбергеннің мамасы, Раяның мамасы, Ержанның мамасы, Ерназардың мамасы, Айзеренің мамасы және Қуаныш мамасы. Сіздерге өз балаларыңызды алып шығып, ортаға кішкене түсейін.
Енді Кәусардың мамасы, Ерасылдың мамасы, Аянның мамасы, Арсеннің мамасы отыр. Нұргүл, Шынар, Зеренің мамасы, Іңкардың атасы шығыңыздар. Сіздерге ойынның шарты өздеріңіздің балаларыңыздың 3 жақсы қасиеті мен 3 жаман қасиетін айтасыздар өз балаларыңызға. Әркім мамасының алды бар. Керемет, жақсы өтіп жатыр. Баланың жақсы қасиеттері ақылды тентек дейді ғой. Ар жағында ақылдың артында тентегі бар өзінің. Үйде 3 ұл, 2 қызым бар. Бірақ ішінде айтқанды сразу екі етпей тыңдайтын жұмсаған кезде досы балам. Қазір қойшы деп қалғандар солай айтады. Қазір мам, қазір дейді, досы балам бар, қазір деп айтты. Сонысына ризамын. Никогда қазір деп айтты. Ақылды тентектерді біріншісі, екіншісі айтқанды сразу тыңдайды. Үшіншісі өте жанашыр. Мен мұңайсам бірге мұңаяды, мен күтсем бірге күледі. Осы балам менің қабағыма қарап жүреді дейді. Әлге дейін қасында жүрді. Ең жақын дейді. Ал енді жаман жағын айтсам, айтпаңызшы. Ол әдеп айтыңыз. Қызым, жаман екен бәрі. Қызым, Арзанақа біледі ғой өз, Фарида қайда айттым, төбелескіш. Расқоши көзінен балам. Екеуміз ақ төбелескіш. Соныңыздар ма? Бүгінгі мерекеге барыңыз болсын. Қызымның жақсы шақтарын айтып жеткізе алмаймын, көп. Бір жағынан тентек болғанмен, бір жағынан ақылды қызды, қасықтығы бар. Бірақ шығармашылық жағынан жақсы, сосын айтқанымды екітпейді ешқашан. Соның көңіліме қарап жүреді. Қатты жанашыр балдарының бәрі. Ішінде особенно осы қызым ерекше, тіл алғыш. Қайда барсам да жанымда жүреді. Жаман қасиетін көрмедім осы уақытта дейін. Маған сөз күнің айтыңыз, қараңыз қосылшылар. Жылап, қандай айтыңыздар осы әдемі сөздер? Ең жақсы көретін балдарының бірі, ешқайсысын айтпайды. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Біріншіден Маржан апайға рахмет. Бұл баланың тәрбиесіне де ешқандай негіз жоқ. 4 жыл бойы әжесі жетектеп келді. Әжесі Аллаға керек болды, Алла алды. Оны ата-аналар біледі. Барлықтарыңызға рахмет. Тәрбиесін де берген әжесі, білімін де берген осы Маржан апаймен әжесі. Рахмет. Сәлеметсіздер ме, балалар?
бұл бала бізге Ерасыл үйде әжесінің баласы. Бізге Алланың берген баласы дейміз. Әжеге итерсаңыздар. Жоқ, әжеге итергенде бұл шынымен де мені мама дегенмен мен олай мойындамай жеңгесі сияқты көреді. Бұл өзі сондай зерек бала, өте еңбекқор, қандай жұмыс қылсын, әкесінің жанында да барлық ауыр жұмысты да өз мойнына алады. Өте еңбекқор, оқымысты, өзі қаласа бір затты тауды қопарғандай қопарып істейді, ал қаламаса ол затты істемейді. Енді жаңағы жақсы мінез, жаман мінез деп жатырмыз ғой. Жаман мінез дегенде әр үйде болады, өте ерке бұл бала. Артында бұның 4 інісі бар. Сонда да бұл өзін әлі бір кішкентайдай сезініп, көп еркелігі бар. Қырсықса қырсығып қалады. Сондай қырсық мінезіміз де бар. Бірақ сол кезде қырсығып, артынан шай орамал кепкенше дегендей жайдар мінез шыға келеді. Өзім бұл баланы өте ерекше жақсы көремін. Бізге себеп оны Алла қайтадан берген боламыз. Рахмет сіздерге. Саламатсыздар ма, ата-аналар? Сізге мың алғыс айтамын. Баламның білімге сіздің арқаңызда көп рахмет. Енді баламның жаман жағы дейтіндей, үйде вообще жаман. Бірақ бір жаманы аңқау, аңқылдап, біреу жұмсаса не болып кетеді, бір несі жоқ та, ал жақсы жағы үнемі қолғанатын. Енді босандым ғой, бір жаққа шығарып болсам, қырқынан шықпасам, балаға сеніп тапсырып кетемін. Көздің қасына түсін дайындаймын, өзі қарайды, өзі қояды. Жақсы бәр жұмысымды бітіріп береді, бәр жұмысымды істейді, Құдайға шүкір, білімі дейді, сізге аяғы, сізге балам жақсы, жаман деп айта алмаймын, сіздің арқаңызда бәрі. Сіздермен ата-аналар, Маржан апай, Фарида апай, сіздерге мың алғыс. Осы сіздердің арқаларыңыз. Жақсы балам. Баламды мақтаймын, қашанда айта алмаймын. Ата-аналар, ұстаздар, Маржан апай, Фарида апай, ұстаздарға да мың алғыс айтамын. Осы 4-ші класқа дейін оқып берген. Енді қызымыз кішкене қырсық қалып. Теорияға да айтқанда тентек бар енді. Сондай. Кеттім ғой жаңа. Кешіресіздер. Ата-аналардың арасында кешіп тұрасыздар, бізде кешіріңіз. Балам ақылды, еңбекқор, арасында бұзықтығы бар. Енді балалықпенен бұзықтықты қолдану керек қой. Ертең келгенде басылар, болғанда екен. Жақсылықты тілеймін, бәріңізге сәттілік, сіздерге рахмет, ауызбіршілікпен кездесіп. Мың алғыс сіздерге бәріңізге. Сіздерге әсіресе Маржан апай, Фарида апай уақыттарыңызды бөлгеніңізге мың алғыс. Сіздерге рахмет көп-көп. Әйтеуір ортаға осы кешімізді ортақтатып қуанышты өткізіп жатсыздар. Баланың бәрі маған бірдей, бәрі өзіне көз алдына маған. Бәрі бүлдіршін ғой әлі. Аман болсын осы балаларымыз осы қуанышта кездесе берейік. Рахмет сіздерге де. Келесі бізге Әбнәсір Саяттың орындауда би, үнді биі. Халықаралық конкурстардың екеуінен бас жүлде алғанын би осы топтың. Bukan pula kau tak cur, hamba tu lagi pur.
Сіздердің алдарыңызда осы кішкентай балапандардың қысқаша көріністері бар, содан үзінді. Бірінші көрініс. Бір уақыт сабаққа көңіл бөлсеңші, қанбайсың да жүресің. Ой, әке, қайтейін еді. Қайтатын алғашқы бетін ашып қалған, кіріспей деп тұрады. Сол үшін кіріспей жүрмін. Сабақта әңгіме айтасың ба? Жоқ. Көшіресің бе? Жоқ, ол не дегеніңіз? Сабақта тентек боласың ба? Жоқ, ата-анаңыз апай. Бір кемшілігің жоқ па? 2019 жыл еді. Даярлықпен балабақша түлегі. Кел балалар оқылық деп, мектебіне бүгін аттап кіреді. Бірінші сынып оқушылары 2019 жыл. Қол шапалақтап қойыңыздар. Бизат. Кеткісі келмей отыр ғой бірінші класс. Екі мың 20 жыл еді. Екінші жыл болдық біз мектеп түлегі. Ковид болып, онлайн біз оқыдық. Мектеп болды сағыныштың біреуі. Екінші сыныпты біз осылай үйде оқыдық. Екі мың 21 күз еді. Келіп қалдық 3-ші сыныпқа біз енді.
bir partada kesip okudık, bir partada oturduk. Biz 3-cü sınıfta 15'imiz mektepte, 15'imiz үйде okugan bolatınбыз. Карантиннің аяқталар жыл еді. Маскаменен мектепке қайта оралдық. Жетпейді ғой білімді ұстаз бергені, ақылды боп шын оқуды қолға алдық. Яғни жыл басына маскамен келдік та, кейін маска қалды, е? Жақсы. Карантиннен аяқтар ек сабақты. Жылда ерекше аяқтаймыз сыныпты. Бастауышпен қоштасарда біздерде жаңа шалақ соңғы қоңырау көп келді. Biz birinchi mausum so'nggi qo'ng'iroq aytmaymiz. Яғни қарап отырсаңыздар, сіздердің балаларыңыз, менің балаларым бұл бастауышты ерекше аяқтады. Әр жылдары қызыққа толы қарап отырсаңыздар. Енді міне биыл мектепте оқып, бітіреміз ба десек, қоңырауымыздың өзі 1-ші маусымға деп қалды қарап отырсаңыздар. Сол өзіміз қысқаша ерекше оған егер қысқаша көрсеттік. Алғаш әріп үйреткен, бар ғаламға сөйлеткен, бастауышым балаларыңа рахмет. Адам қолжет үйреткен, шума биік сүйреткен Маржан апайма рахмет. Енді қысқаша балалар, көрмен біз не үйрендік? Өте жақсы. Біз нені сүйеміз? Отанды, ата-анамызды, халқымызды, достарымызды, табиғатты. Тамаша. Біз нені ажырата аламыз? Ақ пен қараңғыны, сақ пен жамандықты. Керемет. Бізді болашаққа не бастайды? Біз кім боламыз? Адал азамат, оқымысты, ғалым. Тамаша. Жақсы. Енді біз 2023 жылы 4-ші Ж сынып балдырған бастауыш сатыдан ортаңғы буынға қабылдансын. Қабылданбас бұрын ант берілсін. Бастауыштағы қызықты күндерді мәңгі естен шығармауға. Әліппе ұстатқан алғашқы ұстаздың еңбегін ақтауға. Орта буында оқитын басқа пәндерден қоспауға. Бастауыш патшалығының атына кір келтірмеуге. Тамаша. Жарайды. Енді вальсқа дайындаламыз.不希望告诉神。
бастауышпен қоштасу хор. Ақын жазушымыздың оқу білім қазығы, адамның азығы, оқу өмірдің сәні, тіршіліктің шамы демекші, болашақтағы білімдерін жарқын, биік белестерден көріне беріңдер, жаман аттарын шықпай жақсы қуаныштарын естіп жүре берейік.